Оқтаудың көмегімен дайындалатын өте ерекше дәмді орама дайындайтын боламыз. Үйіңізде фарш болмаса да етті турау арқылы дайындауға болады. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және де каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін бір жұмыртқа, жарты шай қасық тұз, 200 мл жылы суымызды құйып, жақсылап араластырып, үстіне ұнымызды електен өткізіп саламыз. Ұнды керегінше салатын боламыз. Яғни қамырымыз орташа қалыпта, яғни қатты емес, өте жұмсақ емес қамыр илейміз. Жарты сағат көлемінде қамырдың тыңғанын күтетін боламыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз, яғни оған бізге жұмсақ ет 200-300 грамм мөлшерінде. Осылай жақсылап ұсақтап турап аламыз. Майдалап турап аламыз, яғни. Турап болғаннан кейін бір бөлек ыдысқа салып, қалған заттарды тураймыз. 50 грамм құйрық май, яғни қойдың майын қосамыз. Оны қоспасаңыздар да болады. Бірақ қоссаңыздар дәмдірек шығады. Және де өте майда етіп турап жіберсеңіздер, балаларға да білінбей қалады. Және 2 пияз қосатын боламыз. Пиязымызды майдалап тураймыз. Және 3 картопты қосатын боламыз, оларды майдалап тураймыз. Барлық заттарды турап болғаннан кейін, енді кезекте бір ас қасықтай тұз қосамыз. Және қара бұрыш қосамыз. Осы заттардың барлығын жақсылап араластырып, қолмен араластырсаңыздар да болады. Салмасы міне дайын болды. Енді кезекте қамырымызды бірнеше рет басып тындырамыз. Қамырымыз тынғаннан кейін бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Мен 8 бөлікке бөлдім. Бөліп дөңгелектегеннен кейін тағы да кішкене күтетін боламыз тыңғанын. Енді кезекте осылай жеке-жеке барлығын жайып аламыз. Жұп-жұқа етіп жайған жақсы болады. Жайып болғаннан кейін осылай щетканың көмегімен сұйық маймен кішкене май жағып жібереміз. Сары майда ертіп жағуға да болады. Енді кезекте салмасын осылай салып, жаймалап жібереміз. Енді осы сәтте қамырдың бір шайтын бүктеп, осылай оқтауға ораймыз. Оқтауға орағаннан кейін ортаға қарай жиыратын боламыз қамырды.
Кийин міне былай осылай шығарамыз. Міне бізде әдемі осындай орама шығады. Келесі қамырымызды жайып, барлығын түгелдей осылай жасайтын боламыз. Дайын болған орамаларымызды тақтайдың үстіне тізе тұрамыз. Одан кейін манты пісіруге арналған ыдысымыздың табақтарын сұйық маймен майлап жіберіп, үстіне қойып 40-45 минут көлемінде пісіретін боламыз. Ендігі кезекте тағамның үстіне құятын подлив дайындайтын боламыз. Ол үшін бір пияз, соломка етіп, яғни ұзыншақ етіп турайтын боламыз. Және де бір сәбіз пайдаланамыз. Сәбізді де ұзыншақ үккіштен өткізетін боламыз. Тағамымыз піскенше осылай тез-тез подливымызды дайындап жүреміз. Пиязымыз қуырылғаннан кейін сәбізді саламыз. Сәбізіміз қуырыла бастаған кезде жарты ас қасық тұз саламыз, қара бұрыш саламыз. Және де бір ас қасықтай томат қосып, жақсылап қуырып аламыз. Кішкене су құйып, бір 10-15 минут көлемінде қайнатып, дайындап пісіріп аламыз. Және де мен кішкене ащы қызыл бұрыш қостым. Сіздер қоспасаңыздар да болады. Подливымызды дайындап алдық. Тағамыз піскеннен кейін үстіне құйып, жаңағыдай әдемілеп, сәндеп берсеңіздер болады. Өте дәмді, ерекше шығады. Қамырын жеке-жеке жайғаннан болар, өте дәмді шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді әрі берекелі болсын.